Сәлем баршаңызға, сіздерге керемет рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Толық нұсқасы видеоның астына жазып кетемін. Ең алдымен сүтімізге жұмыртқаның ақ бөлігін ажыратып алып, сары бөлігін алып қоямыз. Тұз, қантымызды салып, дрожжымызды салып, бәрін жақсылап араластырамыз. 400-500 граммдай ұнымызды осылай ситодан өткізіп, үстіне сеуіп шығып, қолымызбен илейміз. Егер де қолыңызға жабысып жатса, осылай кішкене сеуіп жібереміз. Осындай тесті болып шығу керек. Кішкене көтерілгенше бетін жауып қоя тұрамыз. Оған дейін ішіне салатын салмасын дайындап аламыз. Бір пиязымызды ұсақтап тураймыз. Фаршымызға салып, бұрыш, тұзымызды және паприкамызды салып, қолымызбен араластырып шығамыз біріккенше. Тестіміз кішкене көтерілгеннен кейін оқтауымызбен жұқалап жайып шығамыз. Ерітілген сармайымызды жаңағы жайылған тестіміздің үстіне осылай құйып шығып, кестінің көмегімен жабып шығамыз. Видеодағыдай бөліп шығамыз бәрін. Кескеннен кейін осылай салмасын салып шығамыз. Оның үстіне теркіден өткізілген сырымызды қойып шығамыз. Осылай шетін бүріп шығамыз, ашылып кетпейтіндей қылып. Осылай қолымызбен бүріп айналдырамыз.
бетіне жаңағы жұмыртқамыздың сары бөлігіне кішкене сүт қосып жіберіп, осылай кескін көмегімен жағып шығып, үстіне кунжут себеміз. Алдын ала пешімізді қыздырып қойып, 180 градуста 35-40 минутта пісіріп шығамыз. Осындай қытырлап дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.